1 шілдедегі жағдай бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан жасы бойынша орташа айлық төлем мөлшері қанша? Бұл сома былтырғыға қарағанда қаншаға өсті? Өзгеріс бар ма? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. 1 шілдедегі жағдай бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан жасы бойынша орташа айлық төлем мөлшері 34 000 теңгеге жуықтады. Қазақстандықтар мемлекеттік зейнетақыдан бөлек бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында жинақтары болса, зейнеткерлік жасқа жетуіне байланысты ай сайынғы зейнетақы төлемдерін кесте бойынша ала бастайды. 1 шілдедегі жағдай бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының мәліметі бойынша қазақстандықтардың зейнетақы шоттарында шамамен 20 триллион теңге жиналды. Жыл басынан бері бұл сома 11,8% өсті. Бұл толық сома бірнеше көздерден қалыптасты. Міндетті зейнетақы жинақтаушы қоры, міндетті кәсіптік зейнетақы қоры және ерікті зейнетақы жарналары, сондай-ақ зейнетақы активтерін басқарушылардың инвестициялық қызметі. 2024 жылы енгізіле бастаған жаңа жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарнасы туралы да ұмытпау керек. 1 шілдедегі жағдай бойынша ол арқылы жиналған қаражаттың жалпы көлемі 98,9 миллиард теңгеге жетті. Бұл ретте бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры міндеттерінің бірі азаматтарды зейнетақымен қамтамасыз ету. Қордың мәліметінше жыл басынан бері Қазақстан тұрғындарына 457,6 миллиард теңгеден астам зейнетақы төленген. Тікелей зейнеткерлік жасқа жетуге байланысты төлемдер 97,3 миллиард теңгені құрады. Жинақталатын зейнетақының орташа мөлшері 33,883 теңгені құрады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 5,52% артық. Алайда бұл орташа мемлекеттік зейнетақыдан айтарлықтай төмен. Бірақ кәрілік бойынша ай сайынғы төлемнің ең жоғарғы мөлшері бір жыл ішінде 27,34%-ға өсіп, 1 шілдедегі жағдай бойынша 945,752 теңгені құрады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры сонымен қатар тұрғын үйге және емделуге бір жолғы зейнетақы төлемдері 190,4 миллиард теңге, мұрагерлік бойынша төлемдер 28,6 миллиард теңге. Қазақстаннан тысқары жерге тұрақты тұруға кетуге байланысты төлемдер 17,9 миллиард теңге. Мүгедектерге төлемдер 1,5 миллиард теңге. Жерлеу төлемдері 4,9 миллиард теңге. Сақтандыру ұйымдарына аударымдар 117 миллиард теңгеге жуықтады. Бұл жыл басынан бері аталған төлемдерге аударылған қаржы сомасы. Еске сала кетейік, бұған дейін қазақстандықтардың зейнетақы активтері әлемнің көптеген елдерінің, соның ішінде Израиль, Румыния, Бразилия және Оманның мемлекеттік бағалы қағаздарына салынғаны белгілі болған болатын. Алдағы уақытта зейнетақы жүйесінде тағы да көптеген өзгерістер орын алуы әбден мүмкін.